Министрлер Конституциядан жоғары ма? Армысыз, Жұлдыз ханым? Сіз министр болып тағайындалғанда көпшілік үміт артты. Ғани Бейсенбаев өз жұмысын атқара алмады деп қатты сын айттыңыз. Ғани Бектайұлы, осыдан 10 ай бұрын мен сізді қолдағам біздің комитетке келген кезде, бірақ содан бері 10 ай өтті. Негізі салада көп мәселелер бар. Мен сізге 2 рет келдіңіз комитетке, екеуінде де үйіп-төгіп сұрақ қойдым. Үйіп-төгіп сіз уәде беріп жауап бердіңіз, бірақ біреуі де орындалған жоқ. Бірақ 2 ай өтпей өзіңіз де сол ескі жүйенің жолымен кетіп барасыз. Мен сізге ресми сұрау жолдадым. Онда нақты сұрақтар бар. Медресе, колледждерге лицензия қандай заңмен беріледі? Неге діни ұйымдар мемлекеттік грант алып отыр? Және бұл Конституциядағы зайырлылық қағидатына қалай сәйкес келеді? Ал жауап қандай болды? Бір беттік бос қағаз, нөмірсіз, датасыз, заңсыз. Соңында дайын сөйлем. Жауап берілді, қарау тоқтатылды. Яғни мазмұн жоқ, тек бюрократиялық шеңбер. Одан да сорақысы, менің өтінішім бойынша тыңдалым менсіз өтті, ал хаттамаға өтініш берушімен келісілді деп жазып қойған. Бұл енді қате емес, бұл ресми өтірік. Енді ең маңызды сұрақ, Жұлдыз ханым, неге министрдің ішкі бұйрығы Қазақстан Республикасының Конституциясынан жоғары тұрады? 5-ші бапта анық жазылған ғой, мемлекет пен діни бірлестіктердің істері бөлек деп. Егер медресе колледждер лицензия мен грантты Конституцияға қайшы бұйрықпен алып жатса, бұл реформа емес, заңсыздықты заңдастыру. Бұл білім жүйесін емес, діни ықпалмен былықты реттеу. Жұлдыз ханым, сіз өзгелерді сынап едіңіз, бірақ бүгінде солардың жолымен өзіңіз кетіп барасыз. Айқай көп, іс жоқ. Жарқ етіп шықтыңыз, бірақ осындай қарқынмен халықтың сенімінде тез сөніп кетесіз. Өйткені нағыз реформа заңға құрметтен басталады. Бюджет идеологияның алаңы емес, білім діни тәжірибе жүргізетін орын емес. Ал Конституция бұйрыққа бағынатын қағаз емес. Егер шенеуніктер имитацияны реформа деп шатастырса, онда оларға ең қажет реформа алдымен өз ар-ождандарында басталуы керек.